Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бір-бірімізге қарай күлімдейікші кәне. Бір-бірімізге қарап күлеміз, амандасайық, бір-бірімізге қараймыз. Өте жақсы. Көңіл күйіміз керемет екен. Ал енді бүгінгі оқу қызметімізде балалар, көліктер туралы танысатын боламыз. Жарай ма балалар? Ал қайда тақтаға қарайықшы, келе қойыңыздар бері қарай. Келе қойыңыздар бері қарай жақындап. Жақындап тұра қоямыз. Қандай көлік түрлерін көріп тұрсыздар сіздер? Қараңыздаршы. Қандай көлік түрлерін көріп тұрсыздар? Мынау не? Қазақша ұшақ болады екен, е? Ұшақ екен. Қарай, мынау қандай көлік түрі? Тікұшақ екен. Бұлар балалар әуеде ұшады. Солай ма, аспанда, қалықтап ұшады. Қалай жүреміз бұнымен? Қалай ұшады ұшақта? Көрсетіңіздерші. Өте жақсы, қолыңызды, қанатыңызды жайып, қимылдары керемет екен балалар, е? Енді балалар, қарай суда жүзетін көліктер де бар екен. Олар міне кеме. Не дейміз? Кеме дейміз. Олар суда жүзеді екен. Мынау желкенді қайық екен. Су толқынымен қалай жүреді кемелер? Қане көрсетейікші қолымызбен. Өте жақсы, қолымызбен толқып, су толқынымен толқып жүреді екен, е балалар? Ал енді ары қарай қарайық балалар. Қараңыздаршы. Мынау қандай көліктің түрлері екен? Балалар қараңыздаршы баландай. Жедел жәрдем екен, е балалар? Бұл ауырған адамдарды ауруханаға апаратын, жедел түрде апаратын машина екен, е? Ары қарай мынау не екен балалар? Автобус, дұрыс айтасыздар балалар, автобус. Автобуста көп адамдар отырады екен. Сіздер мініп көрдіңіздер ме автобусқа? Міндіңіздер, е? Автобус өте жақсы, ыңғайлы екен, е? Ары қарай мынау қандай көліктің түрі екен? Трактор өте жақсы. Бұл да адамдарға өте қажет екен. Не балалар? Машина деп те айтуға болады екен, е? Өте жақсы. Бұлардың барлықтары жай жолмен жүреді екен. Жақсы балалар. Ал енді балалар сіздермен ойын ойнап жіберейін. Маған қарап, мына тақтаға жақындаймыз. Келе қойыңыздар жақындап. Жаңа әуе жолы дедік, темір жол дедік, жаңа көліктер дедік. Солардың барлығы міне мына жерде бізге жақындап келе жатыр мінекей. Көліктер түрлерін біздер қазір осы жерде қарайтын боламыз. Ал көліктің түрлерін қолдарымызға ұстаймыз. Тастадық. Мінекей, мынадай көлік түрі. Бұл не дедік балалар? Бұл қандай көлік дедік? Суда жүзетін. Мына жерде біздерде әуеде жүретін, мына жерге жинаймыз әуеде жүретін көліктерді. Суда жүзетін қайықтарды мына жерге жинаймыз. Және жолда жүретін. Көрдіңіздер ме? Барлықтарының өздерінің жолдары тұр екені. Ана жерге қоя қой. Өте жақсы, рахмет, рахмет. Кейін қарай тұра тұр. Мінекей. Аслан, автобус қайда жүреді балалар? Өте жақсы. Автобус жолда, қара жолмен жүреді екен. Мінекей, Ибрахим ала қой. Абат. Мінекей қыздар. Ала қойыңыздар. Ерасыл. Бұл не Ерасыл? Ұшақ екен. Мен қазір көрсетіп жіберейін балалар. Өте жақсы. Аслан ала қой. Жақындай қой. Өте керемет мінекей. Тікұшақ екен бұл, е? Айтамыз балалар. Исламбек. Жолда жүретін бұл жедел жәрдем машинасы екен балалар. Өте жақсы. Нұрхан ала қой. Разихан, келе қойыңдар. Бұл жүк көлігі балалар, е? Көліктің түрлері өте көп екен балалар. Разихан, жақсырақ қой ана жерге. Суда жүзеді екен, е? Бұл қайық, желкенді қайық дейді екенбіз. Қане болдық па барлығымызда?
Өте жақсы. Көрдіңіздер ма? Енді балалар, осы көліктердің ішінен автобусқа бүгін тереңірек танысамыз автобуспен. Көрсетіңіздерші, автобус қайда екен? Балалар? Я, қолдарына сай қойыңдар. Қане? Автобус қане? Өте жақсы. Ал ендеше балалар, автобусты да біздер қазір құрастыратын боламыз. Кейін қарай тұра тұрыңыздар. Өте жақсы. Қазір балалар, мен сіздерге көрсетемін. Автобусты қалай құрастыратынымызды, иә балалар? Міне балалар, автобустың мынау кабинасы. Көрдіңіздер ме? Кабинасы мына жерде қойылады міне. Ол дөңгелексіз жүрмейді екен балалар. Дөңгелегі жабыстырамыз астына мінекей. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Екі дөңгелегі бар екен және терезелері бар екен. Терезелерінің түсі қандай? Сары. Қайтадан қайталайық. Кабинаның түсі қандай? Автобустың кабинасының түсі қандай? Көк, өте жақсы. Терезесінің түсі қандай? Сары. Ал дөңгелектері? Қара, өте жақсы. Енді балалар, мұқият осылай біздер қазір үстелге барып, сіздерге дайындап қойдым, осындай қылып құрастырамыз, жарай ма? Ал орындарыңызға отыра қойыңыздар. Өте жақсы, орындарыңызға отыра қойыңыздар. Отыра қойыңыздар. Мінекей автобус сіздердің алдарыңызда тұр. Мен қалай құрастыру керек екенін көрсеттім. Ал енді сіздер көрсетіңіздерші маған құрастырып. Өте жақсы. Абай. Терезесін қоямыз енді. Өте жақсы. Рахмет, міне керемет болып Рахметте орындады. Тез орындаған екен. Разиханда. Отыра қой. Автобустың дөңгелегі. Астыңғы жағына қоямыз бүйтіп міне. Енді терезелер қайда орналасады? Қоя қой. Өте жақсы мінекей. Керемет, Аслан да орындап болды. Өте жақсы балалар. Рахмет, міне керемет орындадыңыздар. Ал енді келе қойыңыздар. Мені басыма келе қойыңыздар. Енді осы машинаны қалай, автобусты қалай жүргізу керек екені жасап көрейік. Жақсы ма? Мен сіздерге қазір рөл беремін, е? Мінекей. Көрдіңіздер ма? Машина немен жүреді? Рөлмен жүреді екен, е? Өте жақсы. Қазір мен сіздерге беремін. Рөлмен қазір машина боламыз, е? Машинамен саяхаттап шығып қайтайықшы жан-жаққа. Жақсы ма? Біріміздің артымызға біріміз тұрайық, кәне келе қойыңдар. Ұнады ма сіздерге? Өте жақсы. Ал, мақам бармас? Ал, біріміздің артымызға біріміз тұрамыз. Мына жерде автобустың жүрісін салып жүреміз екен, е? Келе қойыңдар. Мына жерге тұра қойғанда біріміздің артымызбен біріміз жүрейік. Автобус қалай жүреді екен көрсетіп жіберейік, е балалар?